Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Дәл қазір жылқының етін іліп алайын деп отырмын далаға. Кеше жылқының еті келді, 19 килограмм. Жылқы болғанда тайдың еті. Бөлікке жазылып килограммын 2000-нан алдық. Түннің бір уағында келді бұл. Түннің бір уағында жіліктеп, тұздап қойдық. Тұзы сіңген шығар деп ойлаймын. Суы шықты мына жерде. Міне қан суы шыққан. Бұйырса қазір іліп алайын деп отырмын. Жалпы жылқының етін сүрлемей деген, сүрлейтін болса жаман болып кетеді екен. Тек просто 1-2 сағатқа кепсін деп, суы сорғысын деп іліп алайын деп отырмын. Сосын сразу морозилкаға лақтырамыз. Достар, сосын айтпақшы, егер де сіздерге ауылдағы тұрмыс тіршілік, ауылдағы өмір жайлы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Яғни мен YouTube-ға арнайы қазақ тілінде контент түсіріп. В общем, бір сөзбен айтқанда, ауылдың блогерімін. Ауылдағы тұрмыс тіршілік жайлы көрсететін боламын. Яғни өзімнің өмірімде не болып жатыр, немен айналысып жатырмын, көрсететін боламын. Достар, мен етті іліп қойып тұрмын мына жерде. Мынандай кір жаятын сым бар еді. Соған іліп қойдым. Азғантайын мынандай қылып ілдім. Азғантайын туна жерге іліп қойдым. Міне. Достар, енді бұл етті где-то 2 сағатқа, 3 сағатқа іліп қоямыз. Достар, жаңағы айтқандай, етті где-то 2-3 сағатқа жайып қоямыз, суын сорғытып. Сосын еттің қасынан кетпей бақылап жүру керек болады. Себебі үйде ит жоқ, бұрын ит бар еді үйде. Бұлай да бұлай ұшқан қарғаны да, мышықты да еттің қасына жолатпай, еттің қасында қарауылда жататын еді. Ит бар еді, ақылды. Қазір ит жоқ. Иттің орнына өзім охранять етуге шығып тұрмын мына жерде. Үйде ит жоқ болса жаман екен. Ауылдың ішінде бұлай да бұлай қаңғыған мышықтар толып жүреді. Достар, етті жинап алайын деп тұрмын. Күн кешіп батып баратыр. Сағат 6-дан кетіп жатыр. Қараңғы түсіп баратыр уже. Ет көп болса 1 сағат тұрды. Су әлі сорықпаған. Су бар, тамшылары бар кейбір жерлерде. Қарайтын болсақ. Ертең тағы да 1-2 сағатқа жайып алу керек. Содан кейін бұйырса морозилкаға лақтырамыз. Достар, бүгін тағы да етті 1-2 сағатқа жайып алуға шығарып тұрмын. Кеше 1 сағаттай жайдым. Бүгін тағы да бұйырса 1-2 сағаттай жайып аламыз. Сосын морозилкаға лақтыратын боламыз. Достар, етті жайып қойып тұрмын. Сосын достар, сіздер жақта жылқының еті қаншадан болып отыр, комментарийға жазып отырсаңыздар. Білісіп отырайық жағдайларымызды. Біздің жақта 1900-дан 2000-нан болып отыр. Базарларда қанша болып отырған білмеймін, жалпы мал сойып сатып отырған адамдар да сондай бағадан сатып отыр.
Сіздер жақта қаншадан болып жатыр, соны комментарийға жазып отырсаңыздар. Сосын достар, міндетті түрде видео ұнап отырған болса лайк басуларыңызды сұраймын. Видеоны сосын достарыңызбен WhatsApp арқылы тағы да басқа әлеуметтік желілер арқылы бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Достар, кеш болып кетті, етті жинап алайын деп тұрмын. Сағат уже 6:30 болды. Қараңғы түсіп бара тұр уже. Етті жинап алайын деп тұрмын. Бір-екі мышық келіп кетті. Проверка жасап. Қарауылы бар ма екен, жоқ па екен деп. Достар, бүгін етті морозилкеге салайын деп отырмын. Кеше қолым тиген жоқ. Кеше кеш болып кетті. Бүгін етті бөліп асатын қылып кесетін жерлері болса кесіп пакетке бөлшектеп салайын деп отырмын. Пакетке бөліп салғаннан кейін морозилкеге салатын боламын. Сосын достар, жылқының етін сүрлеген дұрыс па, дұрыс емес па, егер де білетін болсаңыздар, бір тәжірибелеріңіз болатын болса, осы видеоның комментарийына жазып отыруларыңызды сұраймын. Себебі мен жылқының етін бірінші рет бөлшектеп, бірінші рет асып жейін деп жатырық. Жалпы бірінші рет жейін деп жатырық. Жылқының етін бірінші рет сатып алып көрдік. Бұрын нағашымның ауылынан соғым келіп тұратын еді. Түйенің еті. Яғни бұрын ет сатып алмайтын едік. Қазір нағашымның түйелері азайған. Сондықтан да соғым да келіп отырған жоқ. Шұбат та келіп отырған жоқ. Сүт те келіп отырған жоқ. Дым келіп отырған жоқ. Короче, бір сөзбен айтқанда кризис. Жаңа айтқанымдай достар, егер де білетін болсаңыздар, міндетті түрде осы видеоның комментарийына жазып отыруларыңызды сұраймын. Яғни жылқының етін сүрлеген дұрыс па, сүрлемеген дұрыс па, жазып отыруларыңызды сұраймын, егер де білетін болсаңыздар. Достар, етті мынандай қылып бөлшектеп асатындай қылып пакетке салып қойдым. 10 шақты пакет шықты. Мына жердегі еттің салмағы 19 килограмм. Бұйырса қазір морозилкеге салайын деп тұрмын. Мынандай морозилкамыз бар. Бұл морозилканы 2018-де алдық. Сосын достар, морозилка деген нәрсе өте керемет нәрсе екен жалпы. Егер де сіздер нан сатып алмайтын болсаңыздар, үйде нан пісіретін болсаңыздар, где-то 10 шақты, 20 шақты, 30 шақты нан пісіретін болсаңыздар, жалпы жаздың кезінде нанды сақтау қиын. Яғни күн ыстық болғаннан кейін жаздың күні нан тез бұзылады. Егер де көп көлемде нан пісіретін болсаңыздар, пісірген нандарыңызды морозилкеге салып қойсаңыздар болады екен. Өте керемет екен. Шетінен алып жей берулеріңізге болады. Микроволновкаға салып аласыңыздар, морозилкадан алғаннан кейін. Жаңа піскен нан жеуіңізге болады сөйтіп. Сосын біздер продукты алған кезде, мысалы үшін окорочка аламыз, окорочканы коробкасымен аламыз. Окорочканы бөлшектеп, пакетке мынандай қылып дайындап, морозилкаға лақтырам. Достар, түсініп отырғандарыңыздай, морозилкаңыз болса өте керемет екен. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп тұр. Егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді осы видеоның комментарийына жазып отырыңыздар.
Сосын достар, егер де сіздер қазақ тілінде контенттің дамығанын қалайтын болсаңыздар, яғни видеоларды қазақ тілінде көргілеріңіз келетін болса, міндетті түрде осы видеоны достарыңызбен немесе тағы да басқа адамдармен әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы бөлісіп отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.